Құдайдың сыйлары менің сыйларым. Джозеф Мөрфидің күшті ғылыми дұғасы. 20 ғасырда өмір сүріп, еңбек еткен танымал тұлғалардың бірі Джозеф Мөрфи. Ол қоршаған ортаның әртүрлі факторларының ойлау қабілетіне әсерін зерттейтін ғылыммен айналысты. Джозеф Мөрфи ғылыми дұғалар әдісін әзірледі. Осы дұғалар арқылы адам өз армандарын жүзеге асыра алады. Бұл дұға өмірді жақсы жаққа өзгертуге көмектеседі. Сонымен бірге көптеген адамдарға бақыт, байлық, махаббат, тыныштық пен үйлесім табуға көмектескен. Дұғаны жүйелі түрде қайталау кереметтер тудыра алады. Дұғаны күніне бірнеше рет өзіңізге ыңғайлы уақытта тыңдау немесе айту ұсынылады. Алғашқы нәтижелер бір аптаның ішінде ақ байқалуы мүмкін. Бұл дұға нақты бір дінге байланысты емес, адамның өзіне және ғаламның шексіз мүмкіндіктеріне деген сенімге негізделген. Мұндағы Құдай ұғымы ғарыштық энергия мен әлемнің күші. Дұға сұраудан гөрі нақты мәлімдеулерге, аффирмацияларға бағытталған. Құдайдың сыйлары менің сыйларым. Құдай менің барлық игіліктерімнің көзі. Бұл энергия, өміршеңдік, дұрыс әрекет немесе байлық болсын, мен барлығын өзімнің түпкі санамның шығармашылық күштері арқылы аламын. Күн сайын Құдайдың байлығы маған ағып келе жатыр. Менің ойларым түпкі санама сіңіп, молшылық түрінде жүзеге асады. Мен өзімнің түпкі санамның шексіз байлығымен бір тұтаспын. Менің бай, бақытты және сәтті болуға құқығым бар. Мен ертегі байлықтарын өміріне тартатын құдіретті магнитпін. Мен әрдайым жоғарғы ақыл мен байлықтың нағыз мәніне бейімделгенмін. Жоғарғы құдайлық күш менің барлық жоспары мен мақсаттарымды басқарады. Ал менің барлық жетістіктерім Құдайдың мені барлық істерінде бағыттап, жетелеп отыратынына негізделген. Мен әрдайым ішкі және сыртқы тыныштықта өмір сүремін. Менде үлкен жетістік бар. Мен Құдаймен бір тұтаспын, ал Құдай әрдайым жеңіске жетеді. Маған байланысы бар адамдардың бәрі менің өсуімнің, байлығымның және өркендеуімнің рухани тізбектері. Мен бәрін Құдайдың даңқы үшін жасаймын. Мен байып жатырмын. Мен осы күннің әр сәтін Құдайды мадақтау үшін пайдаланамын. Құдайлық үлесім, тыныштық және молшылық барлығы менімен бірге. Құдайлық махаббат менің ішімнен шығып, менің айналамдағы адамдардың бәріне батасын береді. Құдайлық махаббат дәл қазір мені емдеп жатыр. Мен ешқандай жамандықтан қорықпаймын. Өйткені Құдай менімен бірге. Мен әрдайым құдайлық махаббат пен күштің киелі шапағатымен қоршалғанмын. Мен махаббаттың құдайлық сиқыры мен менің отбасы мүшелеріме және мен жақсы көретіндердің бәріне жол сілтеп, емдеп, қамқорлық жасайтынын мойындаймын. Сеземін, білемін және сенемін. Мен барлығын кешіремін және шын жүректен бүкіл адамдарға, олар қайда жүрсе де, құдайлық махаббат, тыныштық және ізгілік нұрын таратамын. Менің жаратылысымның орталығында Құдайдың тыныштығы орнаған. Мен Құдайдың тура жолындамын. Мен
құдайлық махаббаттың, шындық пен сұлулықтың таза арнасымын. Менің барлық мәселелерім Құдайдың ақылында еріп кететініне сенемін. Құдайдың жолдары менің жолдарым. Құдайлық тыныштық пен жан дүниенің бейбітшілігі менің ақыл ойым мен жанымды толтырып тұр. Мен толықтай сабырлымын, өйткені әрбір минутта менің ойларым тыныштыққа, үйлесімге және жақсылыққа толы. Бүгінгі күн Құдайдың күні. Мен үйлесімділікті, тыныштықты, мінсіз денсаулықты, құдайлық заң мен тәртіпті, құдайлық сүйіспеншілікті, сұлулықты, молшылықты, қорғанысты және шабытты таңдаймын. Мен бұл ақиқаттарды өмірімде жариялау арқылы түпкі санамның қабілеттерін іске қосып, осы қасиеттердің бәрін көрсетемін. Мен білемін, Құдай маған қалағанымның бәрін береді. Мен қуанышқа бөленіп, тілек дұғамның жауабын алатынына сеніп, шүкіршілік етемін. Мен қабылдаймын. Мен сенемін. Мен шүкір етемін. Бүгінгі күн Құдайдың күні. Мен бұл күнді шабытпен, жақсылықпен, мақсатпен өткіземін. Бұл ақиқат үшін жаратқан ием саған рахмет айтамын.